Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді, өте нәзік, дәмі тіл үйіретін құймақты торт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы тортты дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқамен қатты салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын үстіне сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң бұл массаны шетке алып, еліктің ішіне ұнды, какаоны, қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді сұйық массамызға міндетті түрде електен өткізіп саламыз да, жақсылап барлығы біріккенше араластырамыз. Біздің массамызда ешқандай да ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Шоколадты массамыздың үстіне сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыздың сұйықтығы тура осындай болуы керек. Қызып тұрған табамызға құймақтың қамырын құйып, жақсылап барлық шетіне жеткізіп жағамыз. Менде құймақтың табасының формасы 18 диаметрлі. Менде 18 диаметр болғасын, менде өте көп блины шықты. Осындай әдемі ажурный болып шығады. Бұл құймақты тортқа әртүрлі крем қолдана берсеңіздер болады, бірақ та қаймақты креммен өте дәмді болады. Мен сол үшін қаймақты кремді қолдандым. Енді құймақты тортымызды жинаймыз. Ол үшін ыдысымызға құймақты қоямыз да, кремін жағып, осындай кальцонның көмегімен жинасақ, тортымыз өте әдемі, тіп-тіке болып шығады. Осылай құймағымыз біткенше тортымызды жинай береміз. Тортымызды қалауыңызша сәндесек болады. Мен үстіне қара шоколадты ерітіп құйдым. Құймақты тортымызды жинап болған соң, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсақ, өте керемет болып шығады. Қара шоколад құйған соң, үстіне ақ шоколадпен осындай жолақтар салып шықтым. Содан кейін ақ жолақтар өткізілген соң, осындай ағаш пашканың көмегімен видеотақтай узор салып шықтым. Бұл сәндеу өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде осылай сәндесеңіздер болады. Бірақ та сәндеулеріңіз өздеріңіздің қалауларыңызша. Достар, бұл тортты міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Өйткені өте нәзік, өте дәмі күшті болып шығады. Бұл тортты пропеткаға жібермей-ақ өзі жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын.